Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Мәруан. Бүгін мен сіздерге сүт шығыс тортының рецептісімен бөлісетін боламын. Ең бірінші бөлме температурасындағы сары майға жұмыртқамызды салып, миксермен жақсылап араластырамыз. Дайын болған массамызға сгущенканы қосып, миксерлеп жібереміз. Одан кейін үстіне қопсытқыш және ұнымызды салып, бір келкі масса болғанға дейін жақсылап миксерлейміз. Осымен біздің қамырымыз дайын. Қамырымызды пісіру үшін алдын ала пергамент қағаздарын осылай дайындап аласыздар. Мен 18 диаметрлік формаға барлығы 10 коржға арнап дайындап алдым. Әр бөлігіне 2,5 ас қасықтан салып, жақсылап жан-жағына жеткізіп, бір келкі етіп жайып шығамыз. Ортасында қалып кетпеуін қадағалау керек. Сол кезде бізде тортымыз тегіс әдемі болып шығатын болады. Енді алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 5-10 минут аралығында пісіріп аламыз. Биті сәл сарғайғанға дейін ғана пісіру керек. Қатты пісіріп жібермеңіздер. Міне осылай жұмсақ, өте жұқа корждар дайын болды. Енді крем дайындауға кірісеміз. Ол үшін құрғақ таза ыдысымызға сливкиді құйып, 2 есе болғанға дейін миксерлеп аламыз. Екінші ыдысымызға творожный сырды салып, сәл миксерлеп жібереміз. Бірнеше секунд. Кейін үстіне електен өткізілген қант ұнтағын салып, екеуі біркеше миксерлейміз. Енді осы массамызға жаңағы жартылай қоюланған сливкимізді құйып, толықтай крем болғанға дейін миксерлейміз. Бұл кезде миксердің аз жылдамдығынан бастаймыз және ақырындап жылдамдығын қосып отырып, крем дайындаймыз. Біздің креміміз осындай қою, өз формасын ұстайтын болуы керек. Енді тортымызды жинауға кірісеміз. Әрбір корждың үстіне 2,5-3 ас қасық кремнен салып отырып, осылай видеода көрсетілгенде жинап шығамыз. Әрбір коржды қойған кезде қолымызбен басып, тығыздап отырамыз. Тортымызды жинап болғаннан кейін шетіндегі қуыстарға осылай кремді жағып, шпательдің көмегімен тегістеп береміз. Енді осы тортымызды қаптап, сәндеп шығамыз. Ол үшін мен қалған кремді пайдаландым. Кремді 3-ке бөліп, бірінші бөлігін сарыға, екіншісін көк түс бердім және көлгін түске бояп алдым. Мінекей. Осылай торттың астыңғы және үстіңгі бөліктерін қаптап шығасыздар, видеода көрсетілгендей. Мінекей осылай тек қана кремді пайдалана отырып, ерекше, әдемі, сәнді тортты жасап шығамыз. Осымен біздің тортымыз дайын. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Сол үшін каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.